Ертеде отырарда, біздің іңкар өлкеде, ұйық бұрмай тек білімнен басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп, сан өнерге машықты, бірі оқыды, бірі ойнады асықты, екеуіне назар бұрды елерек, өткен олар дарын деді керемет. Таңдайымыз өрісті оймен татымақ, деп қуана езу тартты атырап, алдарындар медресені тауысты, 12 жасы ілікпей-ақ жатып ақ. Сыбағасын тағдырдара бөлгендей, өсе берді төске шауып төрге өрлей, екеуіне қараған жұрт сүйсінді, отырардың болашағын көргендей. Отырарда жаны жайқын дария, ойы безбен бар еді бір қария, сол қария бір күні екі шәкіртті құрметпенен өз үйіне шақыртты. Балақайлар, балапандар көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім, туған жан деп өнеріммен өртімен, екеуіңді сөз етіп жүр елді кел. Мен де танып білсем деп ем, кімсіңдер, қандай арман жетегінде жүрсіңдер, қандай бақыт ұстайсыңдар түбінде, сонша неге құштарсыңдар білімге. Қане Дойыл, сен айтшы. Дойыл айтты. Жалғыз арман бар менде, шектесетін қулық пенде, арменде. Жалын ие ашса өнерімнің өрнегі, сонау емен Мысыр Бағдат елдері. Түгел танып жыр ететін таңдана, саудагері боп шықсам деймін жан баба. Тірлігімде жабырқамай жасымай, ата жолын қусам деймін осылай. Бой шалдырмай, бос мақтанмен өсекке, өмірімді құрсам деймін есепке. Ұтыласың, жебемесе желік той, бұл өнердің табиғаты ерек қой. Қаншама елмен сауда-саттық жасауға, соншама елдің тілін білу керек қой. Табу үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған береске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Тілін тапсаң, кім созбайды қол үшін? Өнері қажет, білім қажет сол үшін. Қарт күрсінді. Ұлым, желік қуыпсың, неге мұнша желтоқсандай суықсың? Барымызға туғандарым болар деп, қуанып ем, сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан не мән табарсың, арманыңды бәлкім қайта қарарсың. Бірақ Дойыл тұрып алды паңдана. Арманымды өзгерте алмайым жан баба. Ал сен қалай бағыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды. Деп қария Дойылмен бір отырған яң шәкірт жас әбуге бұрылды. Әбу айтты. Менде де бар бір арман, маздап жанып қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парыз бенен махаббаттан құралған. Шамын жақсам, ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жарамаймын кейімге, мейлі түйір нан табылмас үйімде, мейлі ұлының еңбек етіп барымен, жүргендігін ұғынбасын қалың ел. Қарлы боран құран жолын бөгерме. Өнеріммен тасып толам кемерге, мен өзіме риза емеспін елімнің сүйеніші бола алмасам егерде. Қарт жымиды. Бәрекелді, жаз жайрам, көл болмаса тоя тайды қас қайдан. Біреуіңнің арманыңнан шошып ем, бірің міне еттің лесте мәз мейрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте мен де өмірден кетермін. Беттеріңнен жарылқасын тәңірім. Ал
Жарайды, батам осы барыңдар, отырарда туған ұлы дарындар, әжуасын әжіміне жасырып, жылдар ақты асығып. Жалын едау, арманы айқын, өр көңіл, екі досты екі арнаға бөлді өмір. Дойыл солай өзгертпеді шешімін, дәулет оған жылдам ашты есігін. Өнер асқан саудагердің көп етпей, Бағдат, Мысыр түгел білді есімін. Есепсіздің несібесі озарма, әйелінде баулыды ол сол заңға. Қонаққа арнап асылатын тәтті етті, өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек байлыққа деген жұтаң сараңдық жібереді оны, бар өнерін қараңғып. Міне осылай жазық, дарын, жас тұлға ұшырады әбілетті тозғынға. Саудагерді өзге түгіл өзінің ұрпақтары кетті мүтіп аз ғана. Ал әбуші, кеңге жайды ол қанат. Әбуіміз әрі ғалым әрі ақын, әбуіміз біздің ұлы бабамыз, Әбу Насар Әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап, жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.